Сәлеметсіздер ме балалар? 2-ші сынып математика сабағы 42-ші сабақ. Есептеудің тиімді тәсілдері дейді. Бірінші есепке назар аударыңыздар. Сандарды қосу және азайту тәсілдеріне қара. Қай есептеу тәсілі тиімді дейді. Мына жерде бізге 3 есеп берілген. Шығару тәсілдерімен қайсының тиімді екенін біз қазір қарайтын боламыз. Енді қараңыз, 16 қосылған 49 дейді. Біз оны қалай жазған? 16-ның өзін жазған бірінші есепте 1, 2, 3 деп бөліп қойдым. Енді мына 49-ды 3-ке бөлген қараңыз. 40 қосу 4 қосу 5. Енді мына жерде 16-ға 4-ті қосқан, 40-қа 5-ті қосқан. 16-ға 4-ті қоссақ 20 болады, 40-қа 5-ті қоссақ 45 болады, е? 20-ға 40-ті қоссақ 60 болады. Оған 5-ті қоссақ 65 болады. Меніңше бұл өте тиімсіз, өте түсініксіз әрі ұзақ есеп деп айтар едім. Одан кейін екіншісі 65, азайту 49. Мына жерде қосу кетіп қалған екен. Мына жерде азайту болады. Азайту 49. Бұл жерде 65-те 2-ге бөліп алған, яғни 50-да қосу 15 деп. 49-ды 40 азайту 40 қосу болады, мына жерде 9 деп бөліп алған, е? Енді мына жерде 50-ге 40-ты қосқан, 15-ге 9-ды қосқан. 40-тан 50-ді азайтсақ, мына жерде азайту тұрғаннан кейін 10 болады. 15-тен 9 азайтсақ 6 болады. 10-ға 6-ны қоссақ 16 болады. Бұл да түсініксіз. Маған тек 3-ші есептің жауабы және шешу жолы ұнады. Мына жерде қараңыздар, жақшаның ішінде 60 қосылған 30, қосу 70 қосылған 40 дейді. Енді біз бұны қалай жазамыз? 60-тың өзін жақшаның ішіне шығарған және мына 30 бен 70-ті жақшаның ішіне салған. Оған 40-ты қосамыз, тең болады. 60-ға 40-ті қосамыз, 30-ға 70-ті қосамыз. 60-ға 40-ті қоссақ 100 болады, 30-ға 70-ті қоссақ 100 болады. 100-ге 100, 200. Осы тәсілі маған ұнады және тиімді болып саналады. Ары қарай екінші есеп. Өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте дейді. 45 азайту 39. Қазір біз бұны бұлай шығаратын боламыз. Екінші есеп қараңыздар. 45-ті 30-да қосылған 15 деп бөліп алған. 39-ды 30 қосу 9 деп бөлген. Енді 30-ға 30-ды қосамыз. 30-ға 30-дан азайтамыз. Енді азайту тұр. 15-тен 9-ды азайтамыз. 30-ға 30-ды азайтсақ 0 болады. 15-тен 9-ды азайтсақ 6 болады. Сонда жауабы 6-ға тең. Екінші есеп. 17 қосу 38. 17-нің құрамын, яғни 10 қосылған 7 деп алған. Жақшаның ішіне 38-дікін 30 қосу 8 деп алған. Енді 10-ға 30-ды қосамыз, 7-ге 8-ді қосамыз. Тиімді тәсілмен 10-ға 30-ды қоссақ 40 болады, 7-ге 8-ді қоссақ 15 болады. 40-қа 15 қоссақ 55 деген сан шығады. Енді ондықтар түрінде берілген, қараңыздар. 23 ондық қосу 2 ондық қосу 7 ондық қосу 48 ондық дейді. 23 ондыққа мен 7 ондықты қосамын, 2 ондыққа 48 ондықты қосамын. Мінекей, 2 ондыққа 48 ондықты қосамын, 23 ондыққа 7 ондықты қосамын. Сонда 2 ондыққа 48 ондықты қоссақ 50 ондық болады, 23 ондыққа 7 ондықты қоссақ 30 ондық болады. 50 ондыққа 30 ондықты қоссақ 80 ондық болады. Ол дегеніміз 800-ге тең екен. Ары қарай жақшаның ішінде 34 ондық қосылған 8 ондық қосу 52 ондық қосу 6 ондық. 34 ондыққа мен 6 ондықты қосамын, мінекей жақшаның ішінде. Және екінші 8 ондыққа 52 ондықты қосамын. 34-ке 6-ны қоссақ, мына жерде 40 болады. Мына жерде 8 ондыққа 52 ондықты қоссақ 60 ондық болады. 40-қа 60 100 болады. 100 ондығымыз бізде 1000-ға тең. Ары қарай үшінші есеп. Өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте. Мына жерде бізде үлгі көрсетілген, осы үлгіге қарап осы екі есепті шығаратын боламыз. 31 қосу жақшаның ішінде 69 қосылған 300 дейді. Енді қараңыздар үшінші есепті. Так,
Мына жерде 31 мен 69 ақшаның ішіне салған, оған 300-ді қосамыз. 31-ге 69 қоссақ 100 болады, 100-ге 300-ді қоссақ 400 болады. 80 қосылған 700, қосылған 20 азайту 300 дейді. Мына жерде 80-ге мен 20-ны қосамын, 700-ге 300-ді қосамын, азайтамын. 80-ге 20-ны қоссақ 100 болады, 700-ден 300-ді азайтсақ 400 болады. 100-ге 400-ді қоссақ 500 деген сан шығады. Ары қарай төртінші есеп, қараңыздар. Заңдылықтарды анықтап, қалып қойған өрнектерді жаз дейді. А және Ә нұсқасы берілген екен. А нұсқасына қараймыз. 16 қосу 15, 26 қосу 15 дейді. Осының арасына сандарды жазамыз. Соңғысы 86 қосу 15 пен аяқталу қажет. Енді ары қарай жазамыз. 26 қосу 15, және де 36 қосу 15, 46 қосу 15, 56 қосу 15, 66 қосу 15, 76 қосу 15, және соңғысы 86 қосу 15 пен аяқтаймыз. Ә нұсқасында 21 азайту 14 дейді. Өз суретімен кетіп бара жатыр. Мына жақта да 31 азайту 14 дейді. 91 азайту 14. Осыған дейін жазамыз. 31 азайту 14. Енді кетеміз ары қарай жоғары қарай. 41 азайту 14, 51 азайту 14, 61 азайту 14, 71 азайту 14, 81 азайту 14, 91 азайту 14 пен аяқтаймыз. Бесінші есеп, қараңыздар. Есепті шығар дейді. Шахмат үйірмесіне 20 ұл және 15 қыз қатысады. Шахмат үйірмесіне барлығы неше бала қатысады? Бесінші есепті біз былай шығаратын боламыз. Шахмат үйірмесіне ұл 20, қыз 15, барлығы неше бала қатысатынын анықтаймыз. Ол үшін жауабы 20-ға 15-ті қосамыз, яғни ұл мен қызды бір-біріне қосып, жалпы баланың саны шығарамыз. Біз баған түрінде жазамыз. Баған түрінде 20 қосылған 15. 0-ге 5-ті қоссақ 5 болады, 2-ге 1-ті қоссақ 3 болады. Сонда жауабы 35. Жалпы 35 бала қатысады екен. Ары қарай екіншісін қараңыздар. Көркем сөз үйірмесіне 32 бала қатысады. Оның 13-і жоғары сынып, ал қалғандары бастауыш сынып оқушылары. Көркем сөз үйірмесіне бастауыш сыныптың неше оқушысы қатысады? Бастауыш сыныптікі белгісіз болып тұр. Бұл жерде жоғары сынып 13 оқушы, барлығы 32. Енді осы бастауышты анықтаймыз. Ол үшін 32-ден 13-ті азайтамыз. 19 шығады. Баған түрінде көрсетейін. Қараңыздар, 32 және 13 дейміз. 2-ден 3-ті ала алмаймыз. Сол үшін 3-тен бір қарыз сұраймыз. Уже 2 болып қалды. 12-ден 3-ті алсақ 9 болады. Мына жерде 2 болып қалды ғой, 2-ден 1-ті алсақ 1 болады. 19 жауабы. Сонда жалпы 19 оқушы бастауыш сыныптан келеді екен. 6-шы есепті қараймыз ары қарай. Диаграмма бойынша сұрақтарға жауап бер дейді. Бірнеше сұрақ бізге қойылған. Сурет салу үйірмесіне неше бала барады? Домбыра үйірмесіне неше бала барады? Диаграмма бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Бізде мына жерде кітапта диаграмма берілген, баланың саны мінекей 10-ға дейін үйірмелер әртүрлі түстермен белгіленген. Сурет үйірмесі қызыл, футбол сары, 9 құмалақ үйірмесі жасыл, домбыра үйірмесі бізде көк. Енді қараймыз. Сурет салу үйірмесіне бізде 6 бала қатысады екен. Мінекей 6-ның жанына келіп тұрғаннан кейін біз 6 бала қатысады деп есептейміз. Домбыра үйірмесіне көк 7 бала қатысады екен. Одан кейін сары футболға қараңыздар 10 бала қатысады екен. Жалпы барлығы көбісі футболға қатысады. 9 құмалақ үйірмесіне 8 оқушы бала қатысады екен. Дәл осылай жазсаңыздар да болады. 9 құмалақ үйірмесіне неше бала барады және осындай бала қатысады деп жазумен жазсаңыз болады. 7-ші есеп. Тиімді тәсілмен есептер шығар дейді. 72 азайту 17. Қазір біз тиімді тәсілмен тағы да есеп шығаратын боламыз. Қараңыздар, 72-ні 60 қосылған 12 деп бөліп аламыз. 17-ні 10 қосу 7 деп бөліп аламыз. Енді
60-ға 10-ды азайтамыз. Мына жерде азайту болу керек негізі. 12-ге біз 7-ні азайтамыз. 60-тан 10-ды азайтсақ 50 болады, 12-ден 7-ні азайтсақ 5 болады. 50-ге 5 қоссақ 55 деген сан шығады. Мына жерде 46 қосылған жақшаның ішіне 54 қосу 200 деп тұр. 46-ға 54-ті қосып аламыз, оған 200 сосын қосамыз. 46-ға 54-ті қоссақ 100 болады, оған 200 қоссақ 300 болады. 14 қосу 55 қосу 25 дейді. 14-тің өзін жазып, мына 55-ке 25-ті қосып аламыз. Сонда 14, 55-ке 25 қоссақ 80, 14-ке 80-ді қоссақ 94 шығады. 28 қосылған 56. 28-ді 20 мен 8-де бөлеміз, 56-ны 50 мен 6 дейміз. Енді 20-ға 50-ді қосамыз, 8-ге 6-ны қосамыз. 20-ға 50-ді қоссақ 70 болады, 8-ге 6-ны қоссақ 14 болады. 70-ге 14-ті қоссақ 84 болады. Және де 70 қосылған 20 қосу 80 қосылған 30. 70-ке 30-ті қосамын, 20-ға 80-ді қосамын. Сонда 70-ке 30 100 болады, 20-ға 80 100 болады. 100-ге 100 200 болады. 34 қосу 66. Азайту 16 дейді. 34-ті 30 қосу 4 деп бөліп аламыз. 66-ны 6 қосу 6 деп бөліп аламыз. 60 қосу 6 деп бөліп аламыз. Және азайту 16. Енді 30-ға 60-ты қосамыз. 90 болады. 4-ке 6-ны қоссақ 10 болады. Мына жерде 16-ны біз 16 азайту 6 деп алсаңыздар да болады. Жауабы 84 шығады. Ары қарай бізде 8-ші есеп. Тоғжанның ойлаған саны 18-ге кеміткенде 25 шықты. Тоғжан қандай сан ойлағанын тап дейді. Бұл жерде біз теңдеу қылып шығарамыз, себебі ойлаған санды біз x деп белгілейміз. Мына жерде x Тоғжанның ойлаған саны, 18-ге кеміткенде дейді, яғни 18-ге кеміткенде тең болады 25 шыққан екен. Енді x тең 25-ке мына 18-ді мына оң жаққа түсіргенде таңбасы өзгереді. Қосамыз. Тең 43. Демек мына x 43-ке тең. Енді есептің дұрыстығын тексереміз. 43 азайту 18 тең 25. 25 тең 25. Сонда есеп дұрыс екен. Тоғжанның ойлаған саны 43 саны екен. Осымен біздің 42-ші сабағымыз аяқталды. Алдағы менің сабақтарымды көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сол кезде менің каналымды жоғалтпайтын боласыз. Осылай түсіндірмесімен көрсететін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.